Hello, hello. How are you? Қалың қалай? Жақсысың ба? Қалай саған ағылшын сабақтар ұнап жатыр ма? Менің ойымша, біз сабақты өте қызықты өтудеміз. Өйткені біздің сабақ шет тілі болғандықтан, біз мультфильмдер көреміз, әндетеміз де, сөздерді де жаттаймыз. Бәрі сондай жарқын, әдемі болып жатыр. Және сен де сол менің үйреткен сабақтардың барлығын жаттап жүрсің деген ойдамын. Ал енді бүгінгі сабағымыз, білесің, әдеттегідей қайталауымыз керек. Өйткені бұл тіл сабағы. Тілді әрдайым қайталап тұрмасаңыз, ұмытып қалуыңыз мүмкін. Алдыңғы сабақта қандай сөздерді өткен болатынбыз? Отбасы мүшелерін. Енді қазір мен мына жерге отбасы мүшелерін шығарамын. Сен соны менен бұрын айтып отыр. Жарай ма? Келістік. Ал ендеше кеттік. Бұл бізде mommy. Next. Who is this? Жарайсың, good job. Сен жаттап алыпсың ғой? Daddy, дұрыс айтасың. The next one is. Brother. Керемет. Келесі. Sister. Дұрыс айтасың. Керемет. Жарайсың. Тағы да саған көп деген лайктар менен. Ал балақай, сен енді досыңа қалай таныстырасың? Соны да үйренген болатынсың, отбасы мүшелерін. Алдыңғы сабақта біз әнмен де оны айтқан болатынбыз. Сол әнді қайталап көрдің бе? Ендеше сол әннің жалғасын бүгін жалғастырып, тағы да бір көріп қайтайық. Теледидарға назар аударып, менімен бірге әндетіп отыр. And this is my daddy. Mommy and Daddy, this is my family. This is my brother, and this is my sister. Brother and sister, this is my family. Керемет. Ал балақай, енді біз бүгінгі сабағымыз одан тіпті оңай әрі өте қызықты. Өйткені біз бүгінгі сабақта түрлі түсті қарындаштар туралы және түстер туралы өтетін боламыз. Біздің әлемімізде барлығы түрлі түсті заттар көп. Сен оның түсін білмесең, ол болмайды. Сондықтан да ағылшынша бүгін түстерді өтетін боламыз. Түстер ағылшынша color деп аталады. Мен сенен қазір келер сабақта қазір сұраймын, what color is it? Яғни, бұл түс қандай деп сұраған кезде, сен бүгінгі өткен сөздерімізді, яғни жаңа түстердің барлығын ағылшынша атап үйреніп алып, маған бәрін тізіп айтып бер. Окей? Қазір менімен бірге түрлі түсті қарындаштардың түстерін көріп алайық. Жарай ма? Және жаңа сөздерді үйреніп ала ғой. Red. Blue. Green. Yellow. Purple. Orange. Қалай, ұнады ма? Біздің сабағымызда түрлі түсті қарындаштардың барлығын өтіп. Сенде қарындаштар бар ма? Егер де сол қарындаштар болса, менімен бірге қазір осы жаңа өткен түстердің бәрін жаттап алып, ата-анаңа қарындаштардың бәрін апарып, «Мамми, сен білесің бе? Мына түс red, мына түс blue, мына түс purple. Мен бүгін сабақта осыны үйрендім» деп ата-анаңа тақ-тақ етіп бәрін айтып бер. Жарай ма?
Менімен бірге түстерді тағы да бір қайталап. Мүмкін кейбір жерін түсінбей қалған боларсың. Мен саған нақты қазір айтып беремін. Алғашқы түсіміз біздің қызыл. Қызыл қыздардың жақсы көретін түстері. Ол ағылшынша red. Керемет. Қайталап отыр артынан. Келесі түс бізде көк түс. Бұны ұлдар жақсы көреді. Ұлдардың киімдері әрдайым бізде көк болып келеді, я? Көбінесе. Сондықтан да ұлдардың ең сүйікті түсі ағылшынша blue. Қайталап отырамыз. Келесі түс бәріміздің жақсы көретін түстеріміз. Ол бізде жасыл шөптер де болады, яғни жасыл түс. Жасыл түс ағылшынша green. Green. Қайталай қой. Green. Керемет. Келесі түс бізде бәріміздің сүйікті түсіміз деп ойлаймын. Және күннің түсі, ол бізде күнде жарқырап тұратын. Күніміз қандай түсті біздің? Сары түсті. Сары түс өте көңіл күйді жақсы көтереді, Сары түс ағылшынша yellow. Окей. Келесі түс бізде әдемі түстердің бірі күлгін. Күлгін ағылшынша purple. Қайтала артынан purple. Және соңғы біздің түстердің бірі ол бізде қызғылт сары. Қызғылт сары орысша сен білесің, оранжевый деп аталады, Оранжевый деп атамыз, сәбіз түсті деп жатамыз. Оны ағылшынша орысшаға ұқсайды. Orange. Оранжевый деген сияқты, Orange. Жарайсың, керемет. Сен осы түстерді жаттап алдың. Тағы да бір, егер де қайталаған келсе, мына видеоны алдына қарай жылжытып, кішкене қайтадан менімен бірге үйреніп ал. Және ұмытпа, бүгін ата-анаңа тосын сый жаса. Бүйтіп артыңа қарындаштарды апарда. Mommy, this is red, this is blue, this is orange, this is purple, this is yellow, this is green деп ағылшынша барлық түстерді керемет қылып айтып бер. Ата-анаңды бүгін қуант. Жарай ма? Қазір енді сіздер көбінесе бізде ата-анамыз машиналар бар, машина айдайды. Ал машина айдаған кезде сен түстерді білмесең, қалай біз бағдаршамда тоқтау керек па, әлде жүру керек па, дайындалу керек па, соны білмей қалуымыз мүмкін. Сондықтан да біз түстерді ажыратып, оны бәрін біліп отыруымыз керек біз, Яғни, қарай қой. Red. Бізде бағдаршамда қызыл жанып тұрса, біз не істеуіміз керек? Тоқтауымыз керек. Тоқтау ағылшынша stop. Жарайсың. Келесі қызыл жанып тұр. Сен тоқтап тұрсың. Енді сары не үшін жанады? Сары бізде yellow. Сары несі деген сөз? Қазіргі қызыл міне тоқта деген белгіміз өшіп, жасыл жанайын деп тұр. Сары сол үшін белгі беріп тұр. Сен жүруге дайындал деген сөз. Дайындал деген сөзіміз ағылшынша get ready. Және соңғы сөзіміз жүр деген сөз. Яғни жүрудің белгісі түсі қандай бізде? Green. Go. Жүр деген сөзіміз ағылшынша go. Қайталай қой. Go. Керемет. Енді әкелерімізге машина айдап келе жатқанда қызылды көрсең,
Daddy, stop. Әке, тоқта деп айтуымыз керек, я? Daddy, әке деген сөзіміз, және тоқта деген сөзіміз stop. Daddy, stop. Одан кейін дайындал деп айтатын болсақ, get ready. Get ready. Және go деп айтсаң, әкелеріміз машинаның газын басып, ары-қарай өз жолымызбен жүреміз. Я? Енді саған арнап керемет бейнебаян дайындап қойдым. Осы бағдаршамға бүгінгі өткен осы 3 түсімізге байланысты менімен бірге тамашалап көре ғой. It's red, Daddy. Stop, Daddy! It's yellow, Daddy. Get ready! Now it's green, Daddy. Go! Go, Daddy, go! Oh dear. Daddy, now you are red. Let's sing. What color is it? What color is it? Red, red, red. The color is red. Stop! What color is it? What color is it? Yellow, yellow, yellow. The color is yellow. Get ready! What color is it? What color is it? Green, green, green. The color is green. Go! Я, бүгінгі бейнебаянды көріп, сен 8-ші беттегі, кітабыңның 8-ші беттегі суреттерді енді түсінген боларсың, я? Ал енді келесі бетте, яғни 9-ші бетті аша ғой. Ол жерде сақшы тұр, я, бізде. Ол жерде бұлай тапсырма беріп тұр. Listen and the color. Сен уже тыңдап алдың. Бағдаршамның түстерін ағылшынша білесің. Және саған қазір кішігірім тапсырма, бағдаршамның түстерін сәйкес түске бояп, және соны атап айтуың керек. Саған 1 минут берем. Жарайсың, кереметсің ғой. Я, ендігі кезек бізде саған тағы да бір тапсырма берем. Оны өзің асықпай үйде қарындаштарыңды, түрлі түс қарындаштарыңды алып, ағылшынша түстерді айтып отырып, боясаң болады. Бұл бояу сабағы. Яғни бүгін біз түстерді өттік қой. Сондықтан бояу сабағы болады. Өзіңнің кітабыңның, яғни өзіңнің activity book'ындағы 22-ші бетті ашта, сол жерде бүгінгі сабаққа байланысты сурет бар. Соны әдемілеп бояп, ата-анаңа көрсет. Және оларға қандай түспен боядың, соның бәрін атап берсең, одан әрмен керемет боласың. Жарай ма? Сен үшін мен мақтан тұтам, және менің бүгінгі үйреткен сабақтардың бәрін ұғып ал. Ата-анаң сені мақтан тұтсын. Егер де сен жақсылап отырып осы суреттерді бояп, оны ата-анаңа айтып берсең, сенің ата-анаң маған хат жазады. Сол кезде менің сен қаншалықты менің сабағымды игердің, соны біліп отырам. Жарай ма? Келесі сабақта кездескенше. Goodbye.